Сәлем достар, сіздермен бірге біз айқайлайық жобасы. Достар, бүгін бізде сенсация, дұрыс түсініңіздер, себебі бүгін бізде қонақта кезіндегі сенсация жайдарман тобының капитаны, кейін берді КТА-да ауылдар құрамасында ойнаған өзі бір ерекше жан, керемет жан, ақкөңіл, қарапайым, интеллектуалды ескерте кетейін. Өте керемет жан, Дастан Жайнақ бізде бүгін қонақта. Қошемет. Бұл интеллектуал деген себебі, ойдода деген интеллектуалдың арасында жарыс болған. Сол кезде екеуміз бір команда болғанбыз. Көп бізге ұпай алып келген осы Дастан. Дастан, бүгін бізге қош келдің. Енді мына ойынның ережелерімен сені түсіндіріп жіберейін. Бізде барлығымыз, бесеуіміз бір командамыз. Білесің ғой, тура ана жақтағыдай. Бір командамыз. Саған берілетін 7 сұрақ. 7 сұрақ. Саған емес, жалпы бәрімізге, бесеуімізге де берілетін 7 сұрақ. Сен сол сұрақты бізге түсіндіруің керек. Бір қызығы, біздің барлығымыздың құлағымызда наушник болады, ешкімді естімейді. Сен сол сұрақты бізге түсіндіруің керек. Мимикамен, бірақ сөйлеп кәдімгі дейді. Егер де сен сұрақтың жауабын білмесең, онда сұрақты түсіндіруің керек. Әйтеуір сол барлығымыз бит соны түсініп алып, сол сұрақтың жауабын табуымыз керек. Бірге табуымыз керек. 7 сұрақтың мысалы әр дұрыс жауап берген сұраққа, бізге 1 минут бонус беріледі. Ол кейін бізге супер ойынға керек болады. Ол супер ойын ережелері туралы, оны кейін супер ойында айта жататын боламыз. Жалпы әр жауап берген сұрағымыз, біз команда болып жауап берген сұрағымыз, ол 100 000 теңге. Жалпы әр сұрақ 100 000 теңге. Жалпы саған 7 сұрақ қойылады. Бәріміз команда болып жауап берсек дұрыс, ол 700 000 теңге. Содан соң біз супер ойын ойнаймыз. Супер ойында біз төртеуміз әрқайсымыз бір сұрақтан қоямыз. Жалпы 4 сұрақ. Егер сол 4 сұрақтың бәріне жауап берсең, 500 000 теңге. Қара, мынандай мысалы музыка біткен кезде біз сол сұрақтың жауабын міндетті түрде жазуымыз керек, түсінсек те түсінбесек те. Егер де бесеуіміздікі бірдей болған жағдайда дұрыс болады. Егер де төртеуміз дұрыс, дәнекер дұрыс жауап бермей қойса, бітті, ол саналмайды. Бәріміздікі бірдей болу керек. Түсіндің ғой жалпы? Сенің миссияң сұрақты бізге жауабын түсіндіру. Жауабын білсең. Тек менің емес, бәріміздің миссиямыз. Жоқ, бұл бірінші ойында сен бізге түсіндіресің. Болды. Бірінші бөлімде. Жоқ, бәріміз түсіну керекпіз ғой соны сенің түсіндіргеніңді. Иә. Түсіндім. Ал жалпы осы жобаға бүгінгі таңда қолдау көрсетіп отқан ол Мейрам Академиясына алғыс айтамыз. Рахмет. Ал Дастан, қалай енді жалпы көңіл күй, орта? Көңіл күй керемет. Енді орта енді өзім көріп өскен ағаларым кәдімгідей мен туралы танып біздің команданы айтып жатқаны кәдімгідей мен үшін бір жаңалық болып тұр да. Ойбай, Дәнекер аға біздің ойынды көрген ба не деген сияқты. Бір қуанып тұрмын, мен қақтан көргенсің? Көрмеген, сұрап алдым. Көрген. Дастан енді осы жайдарманның өмірін бұрыннан бақылап көріп келе жатқан азаматпыз ғой. Өзіміз сол жайдарманда өскеннен кейінгі топтарды көрген ол басқаша. Сондықтан да Егер де бәріміздің жауабымыз бірдей болып шықса, осы жерде бір мәселе бар, сен қуаныш айтасың. Іс-қимылмен бір нәрсе істейсің, бір іс-қимылмен білдіресің. Қуанғаныңды. Соны тура сен істеген біз істейміз. Сөйтеміз де қуанышымызды халыққа айтамыз мысалы, деп білдіреміз. Себебі сұрақтың жауабын біз бәріміз бірге таптық қой, біз бәріміз қуануымыз керек. Бір белгімен өзің. Соны айтшы, қандай іс-қимылмен, сәл бір қызықты көңілді бір. Столдың үстіне шығып кетпейінші әлі мен, бірақ. Соны бір нәрсе табайық. Бір нәрсені табайық. Отырып тұрып істейін ба? Қазір бір өзің ойыңа келген бір нәрсені айт, істе, то есть. Так, егер тапсақ. Қуаныш, Құдай қаласқан. Дұрыс тапсақ жауап. Так. Анау болмайды, Битсек, Yes! Ал егерде жоқ болса, біреуіміз жоқ болса сол бол менде. Жоқ болса бидеміз ғой. Деп па? Болды, онда бәріне түсінікті болды деп ойлаймыз. Ал егер ереже түсінікті болса, айқайлайық жобасы, біз бірінші сұрақты бастаймыз. Қоямыз мына жерге бәрін. Ал кеттік, айқайлайық жобасы, бірінші сұрақ Дастан Жайнақпен бірге. Давай. Қайран шешем. Дауыстап оқи бер. Қайран шешем күйінің
Күй домбыра, күй қайран шешем. Қайран анам. Иә. Қайран. Анам да анам. Қайран шешем. Сол күйдің авторы. Қай күй? Қайран анам, қайран шешем. Қайран анам. Анам бар ғой, ана. Мама. Қайран шешем. Күйдің авторы. Қай күй? Қайран шешем. Мамам күйінің авторы. Құрманғазы. Домбыра, күй. Стоп! Ол сол тура сол. Жақындап, дегенім қалай кетті мен. Сол мен де байқадым сол. Жақындасам, мен итереді ғой. Естілмей жатыр, ағаңды. Так, енді... Жоқ, бұл әдемі айтты, күй бәрін айтты. Сен түсінікті болды. мама, әлди... Мен шеше десем, түсініксіз болады, шешем десем ше. Мама деген конкретно неге келіп тұрды? Қайран шешем деген күйдің. Қайран шешем күйінің авторы ғой. Қайран шешем күйінің авторы. Сәке кім? Сен кімдің? Басты өзің. Сразу айта берейін ба? Сразу айта берші. Небірлерін тимей-ақ қойын. Нұрмахан дедім. Нұрмахан? Иә. Не үшін Нұрмахан деген Автор Нұрмахан емес па? Нұрмахан деген авторы. күйші бар Кім ма? ол Нұрмахан? Қайран автор Нұрмахан емес па не? Нұрмахан деген ал. Нұрмахан деді ғой маған. Мен саған сен маған айттың ғой. Құрманғазы ма деді ғой. Құрманғазы ғой. Құрманғазы ма? Құрманғазы. Сен не қылып мен? Мен де Құрманғазы деп ойладым, бірақ Нұрмахан деді ғой маған. Кім айтты? Дәнекер сен айттың Нұрмахан. Мен де Құрманғазы деп жатып, саған Нұрмахан демейін деп. Сұрақты оқиық та, сұрақтың жауабы. Ол Құрманғазы ма ол? Жоқ, ойбай жауабы бар екен Оқсай, сұрақты оқсай. Қайран шешем күйінің авторы. Құрманғазы. Жаңа қандай еді ұтылғанда іс-қимыл? Ана бүйтетін қой. Бізде де ұмытып қалдық қой. Бәріміз Сәкеннің басынан ұрайықшы өйстіп. О, боже мой деген сияқты. Негізі Сәкен бәріміз Құрманғазы білдік. Мен Құрманғазы деген мен подозрение болды, бірақ Нұрмахан деп мен түсіндім. Шынын айтайын. Сен маған бүйтіп Нұрмахан айттың. деді. Құрманғазы ма дедің? Мен Құрманғазы дедім. Нұрмахан Если что, Сәкен, сен маған жала жаппа, мына жердегі ең бірінші тапқан мен Құрманғазым. Давай, 700 мың теңгесімен да, Сәке, нормально ойнайық. жарайды. Жоқ, негізі ақшамен ғой, абырой тұрады. Не болды? Мен күйдік қой. Жоқ, негізінен ше күйді ұқтым. Мынанда таза. Нұрмахан деген есімді адам вообще болмаған ғой. Былай қылайық, енді сондай бір үлкен бабамыз таба алмай қалдық, ол енді өзіміздің кінәміз. Дұрыс түсіндіре алмай қалған шығармыз, өз-өзімізден көрейік. Айқайлайық жобасы, Дастанмен бірге. Екінші сұрақ. Наумеді. Ұлттық валютасы теңге айналымға шыққанда 10 теңге номиналының партия кім? Короче, теңге. Ақша. Баяғы ақша біздің. Теңге. Баяғы ақша. 10 теңге. 10 теңге. 10 теңге. Шоқан Уәлиханов бар ғой, Шоқан. Кім еді? Баяғы 10 теңгеде кім болды? 10 теңгеде. Шоқан Уәлиханов, 10 теңге. Красавчик. Шоқан Уәлиханов, 10 теңге. 10 теңге. Ақша, 10 теңге. Арман. Жеке Арман. Шоқан Уәлиханов. Шоқан. Мұртты. Уәлихан. Шоқан. 10 теңге. Тоқал емес, Шоқан Уәлихан. Шоқай. Дұрыс, молодец. Шоқан Уәлихан. Стоп. Бұл жауап болды ма или сұрақ болды ма? Жоқ, сұрағымен сұрақ қойып атып, жауабын тапқан сияқты болдым да. Менің ойымша бұл жолы дұрыс тапқан сияқтымыз негізі. Бұл жол енді олай болды деп шамасы. Дұрыс түсіндірілді. Енді молодец. Қазақтың теңгесі жайында болды. Қазақтың теңгесі 10 теңге бұрынғы. Сұрақты оқысыншы бірінші сұрақты мен. 93 жылғы Қазақстан ұлттық валютасы теңге айналымға шыққанда 10 теңге номиналында кімнің портреті бейнеленген?
10 теңгеде 10 ма? теңгеде баяғыда. 10 теңгеде 20 теңгеде Сүйінбай, 3 теңгеде сүйінбай. 3 теңгеде сүйінбай. 10 теңге Шоқан Уәлиханов деймін, Жасыл 10 теңге Шоқан Уәлиханов. Иә. Шоқан Уәлиханов. Бірінші мен ана кім екенін биттім да, одан кейін бәрі, е-мая Шоқан ғой дедім да. Дастан, енді сұрақ, ашамыз ба? Шоқан Уәлиханов. Шоқан Уәлиханов, мінекей, көріңіздер. Бәріміз бірге. Жауап, жауап. Ойбай, жауап берейін. Басқа болып қалуы мүмкін. Шоқан Уәлиханов. Қалай еді? Бәрекелді. Бір ұпай. Я екі сұрақтың біреуін алдық. Біздің қоржынымызда 100 000 теңге және 1 минут бонус. 1 минут бонус бар. Болды, мына сұрақ жауаптарды былай лақтыра беруге болады. Енді мүмкін біріншісінде сәл түсініксіз болған шығар, енді екіншісінде бірден түсінікті болды. Түсіндіре алды. Бәріміз түсіндік. Өте тамаша. Дәл осы қарқында, дәл осы көңіл күймен біз Айқайлайық жобасында 3-ші сұраққа қосамыз. Кеттік достар. Қазақ хандығының ең ұзақ, яғни 42 жыл билеген Тез оқы, дауыстап оқы. Қазақ хандығы 42 жыл билеген хан. Хан. Біздің Қазақ хандығы хандық. Қазақ хандығы 42 жыл билеген ең 7-ші хан кім? 7-ші ханы кім? 42 жыл билеген. Хан. 7-ші ханы кім ба? 42 жыл билеген хан. Біздің хандықты, қазақ хандығын. Қазақ 42-ші хан кім дейма не алды түсінім? Қазақ хандығы 7 жыл билеген хан кім ба? Ең ұзақ билеген хан. 42 жыл. Ең ұзақ билеген хан. Ең ұзақ. Қазақ хандығы. Қазақ хан билеген. Стоп. 1 минут ба? Я-мая, мен түсіндіре алмаймын. Жазамыз. Талқыламайтыныз жазамыз. Жауабын өзім де білмеймін. Так, мынау негізі түсіндірілуі қиын сұрақ болды ау деймін. Мен жауабын өзім білмей тұрмын да. Бұл кішкене бір сауатсыздығым болып тұр енді. Ай, қате кеттік осы. Сәкен жас болса. Мен көреген, енді бағымызға байланыс жеттер. Бір жерде енді біреу білет, біреу білмейді. Қиындау болған сияқты енді. Хандар туралы сұрақ менің ең любимый сұрақтар. Көп келетін басқа. Көп білетін, көп келетін. Әдемі сұрақтардың бірі ғой. Так, абай басташы. Не дедің сен? Мен сұрақты соңғы жағында түсінген сияқты, мына Қазақ хандығында 7 жыл билеген. 42 жыл билеген. 42 жыл билеген? 42 деген не ме? Биттің ғой сен 7 дедің ғой. Сен 7 жыл десем бийтетін ем ғой мен, биттім ғой 42. Мен сен биткенің 40, біткенің 4 екенін қайықта білемін. Бұлай біз 7 деп отырып 7. Мен мысаға, мен де оны білмейді едім, Әбілқайыр дедім. 42 деу керек. Әбілқайыр. Сен ше? Мен Абылай хан дедім. Абылай хан 11 жыл билеген. 7 жарқы жаққа кетіп қалдым, 7 сан. Мен Тәуке хан. Тәуке хан? Хан деді ғой, хан. Хан ғой дұрыс қой, бәріміз. Кенесары, әркім әкім. Қасым хан мен. Қасым хан. Хан давай. Бәрі дұрыс болмайын деп тұр. Бәріміз. Қазақ хандығын ең ұзақ, яғни 42 жыл билеген хан Хақназар хан. Бұл действительно мен өзім кәдімгідей. 1, 2, 3. Мен жалғыз емес екем ғой, а? Дәнекер, мен жалғыз емес екем ғой. Хандарды біле бермей. Ананда не еді? Астына мындай жерге қойып. Дәнекер, сенің білмегенің ұят енді, сен тарихшысың ғой. Бірақ сұрақ түсіндіңіз ба сіз негізі ең ұзақ билеген? Қазақ хан ұзақ билеген, мен 7 жарғы жаққа қарап кеттім. Мен сол 42. Сенікі ұят енді, тарихты бітірген адам мен мынаны білмеймін. 42 жыл деген мен кейін бар, мен 42 жылдан түсінбедім. Менікі де ұят, мен де тарихты бітірген екен ғой айтпақшы. Жоқ, біз анау, дәнекер екінші дипломымызбен. Бірақ билеген дегенді, четке түсіндірді, билеген дегенді ше. Так, жігіттер, ойынды қорытындылайық. Дәл қазіргі таңда біз 3 сұраққа жауап бердік. Біреуінің ғана дұрысын жауабын таптық. Екеуі дұрыс емес.
мүлдем ұят екен. Бізде енді мына ханды өзіміздің бабаларымызды білмегеніміз. Сол ұят болды. Ұят. Кешірім сұраймын. Кешірім сұраймын. Арамызда екі тарихшы бар, біреуміз. Иә, достар, ендеше сіздер біздің каналға тіркеліңіздер, пікір жазыңыздар. Сіздер болған кезде қай ханды жазар едіңіздер? Егер де сіздер біздің каналға тіркелсеңіздер, келесі шығарылымды сіздер басқалардан бірінші болып көретін боласыздар. Тіркеліңіздер, достар. Бізде бірінші бөлімнің 4 сұрағы бар. Біз 4-ші сұраққа ауысамыз. Кеттік. Жылдам. Анталия, Стамбул, Алания, Анкара, Измир, осы қалалардың қайсысы Астана? Ёп, твою мать. Анталия, Стамбул, Алания, Анкара. Түркия, түріктер, Турция. Астанасы. Анкара. Түркияның астанасы. Стоп. Ми ашты, музыка ше, миыңды ашты жіберді. Енді арамыздағы бір-екі миқоқтар қателеспесе, сумилар. Арамыздағы милау, жетіспейтін, білімі төмен, надан, бәрі сондай адамдар көп бар. Сізден бастайық ғолама. Мен бірден айды көрсетті, мұртты көрсетті, Турцияның астанасы деді. Красавчик. Не алдың, айтшы. Астанасы деді. Не дедің? Турция, Анкара деді. Анкара? Сен емей жаңа Анталия деп атсың ғой бірақ? Мен Астана дедім. Мұны кетіп отыр. Жоқ, мен Анкара деп отырмын, басынан бастап Анкара деп отырмын. Мен Анталия деген жоқпын. Менікі де Анкара, жігіттер. Анталия деп вообще айтқан жоқпын. Анкара. Анкара, дұрыс. Анкара. Красавчик. Анкара! 1, 2, 3. Бітеді. Анталия, Стамбул, Алания, Анкара, Измир. Осы қалалардың қайсысы Астана? Деген сұрақ болды. Сосын, мына жақтан жауап Анкара. 1, 2, 3. Красавчики. Бәрекелді. Я, 4 сұрақтың 2-ін алдық қой, я? Бізде 2 минут бонус. 2-де 2 жақсы келе жатырмыз. Әлі бізде 3 сұрақ бар. Осы 3 сұрақты да алу керек. Қалай да алу керек? Аламыз. Хандардың бәрі кетті ғой, енді алатын шығармыз. Иә. Айқалек жобасы, біз кеттік. 5-ші сұраққа ауысамыз. Құлақтан кіріп бойдалар әсем ән құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй. Құлақтан кіріп бойды алар әсем Біздің үй жақтағы тойхананың аты деді. Магазин аты ма? В общем, вообще түсінбедім. Жоқ, сізге арнайы уақыт бөліп түсіндірдім. Соның жемісін қазір көреміз. Не болатынын десе. Сосед десе қазір. Мен ырза болар ем. Тұрып кет қалсын. Кімден бастаймыз?
или соңында сәкендікін көрейікші, ол сол қызық болып тұр. Сен басташы. Абайдың өлеңі, мен сол бір сөз жетіспейтін шығар, мына әсем деген сөз жетіспейді деп ойлаймын. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем, әнмен тәтті күй. Әсем деген сөз қалған. дұрыс, әсем. Әсем. Мен енді сосед деген жоқпын енді. Бірақ әсел дедім. Әсел дедің бе? Кәсем деп қойсы. Әсел деш. Әсем. Оқсын, сұрақ жауапты оқсын. Жоқ, сұрақ жауапты оқсын да? Сұрақ жауапты оқсын да. Май, ол емес екенсің. Так, құлақтан кіріп бойдалар дегенде сұрақ белгісі ән мен тәтті күй. Так, жауабымыз әсем. Әсем. 1, 2, 3. Айқайлайық! Дастан, молодец. Жақсы түсіндірді деп ойлаймын. 5 сұрақтың 3-ін алды, 3 минут бізде бонуста. Осы темпе кетуге кетер. Бұл енді сұрақ кішкене жеңілдеу сұрақ болды деп ойлаймыз. Алда босасымай жігіттер, алда одан да қиын сұрақтар болуы мүмкін. Сондықтан да біз әрмен қарап кеттік. Айқайлайық жобасы. Дастан Жайнақпен бірге біз 6-шы сұрақтың жауабын іздейміз. Бірге болыңыздар. Мамадов, Роналдо, Марк Андре Тер Штегер, Еркебұлан Тұңғышбаев, Еркебұлан. Тез. Оқи бер. Короче, футболист. Футбол. Доп, футбол. Доп, футбол, да? Доп, футбол. Футбол. Мен футболист. Футболист. Доп, тебетін адам футболист. Все, футболист. Жауап. Доп тебетін адам, мен доп. Футбол. Футболист. Дұрыс. Жауап па бұл? Бұл жауап па, сұрақ па? Футболист. Футболист. Хоккей емес, футболист. Футболист біліп отырмын, ой, сен маған... Шілейіп өкеттім. Әзір, сәкеңе қатты ойымдап, бәріміз кірісіп түсіндіріп атырмыз. Не болды бәрің маған уайымдап? Бәрін қайта жазып. Бұның сұрағы не болды екен сонда? Соны мен де сұрағы да қиындау болып тұр. Еркебұлан Тұңғышбаев деген адам танисыздар ма? Танимыз. Кім? Тұңғышбай деген фамилияны естігем, бірақ Еркебұлан... Жоқ, сол сәл ойланып отырсаңызшы. Сұрақты оқсын, арғырап бәріміз айтып шығайық. Сұрақты оқиын. Сұрақты оқишы. Марк Андре Тер Штеген, Еркебұлан Тұңғышбаевтар кімдер? Еркебұлан Тұңғышбаев вообще танитын адам бар ма негізі? Мен жарайды, Еркебұлан мақұл енді. Марк Андре Тер Штеген кім? Танымайсыздар ғой, Неміс қой? Неміс. Роналду. Футболист. Осыған ғана мен тек Роналдуға ғана сендім да, қалғанда екеуін танымаймын. Сен де танымайсың ба? Осылар кімдер деген ба? Бұлар кімдер дейді. Бұлар кімдер? Ашамыз ба? Енді сразу жаза салайық, сіз ұлмай. Футболист. Ал енді оқы жібер жауабын. Роналду деген басқа біреу жоқ шығар, футболисттен басқа. Бар ма елі? Футболшы, футболист. Ойын енді қыза түсті. 6 сұрақтың 2-ін алдық. Бізде 4 минут бонус, 400 мың теңге. Красавчик. Ең соңғы сұрақ қалды. Дастан. Бірінші бөлімнен. Қаттынақ. Жайнақ емес, қаттынақ. Ең соңғы сұрақ. Ең соңғы сұрақ ба? Ең соңғы сұраққа көшеміз. 7-ші сұрақ достар бізде. 7-ші сұрақ. Бізге кішкене қолдап отырыңыздар, қолдау көрсетіңіздер, бізге өтініш. Көне грек мифологиясына Минотавр жартылай адам, жартылай не? Минотавр адам и мынаяғы ат. Ат. Кентавр. Блядь, ол кентавр, сука, Минотавр деген еді. Дұрыс, кентаврдың брашкысы, Минотавр. Кентавр и Минотавр. Мүйізі бар ма? Динозавр. Кентавр. Ёп, твою мать, қазір.
керек мен минотавр жартылай Кентавр. ат жылқы ат кентавр ма? жоқ ат болды Просто ат. Просто ат. Егер Болды ма? Жауап па? Ат. стоп деп ойлаймын білмеймін бірақ ше анан ай осымыз Бір айналып келдік ау дейміз. жоқ мынандай ғой ондай емес шығар шлей жауап оп оңай жеймін ол сәл жоқ енді сұрақ қиын да негізі сұрақ негізі сұрақты не амал ғой енді кішкене оқып Жоқ. бізге түсінікті болып атты ұрудың ғой уақыт жоқ қой бір минут қой былай қылайықшы мен ат деп түсіндім мен атқа ставка тігіп отырмын мен де О, кентаврдан айналып келдік қой. бірақ білмеймін мынандай ғой сұрақ қараңыздаршы кентавр иә минотавр деген білесіздер ма минотавр не ол минотавр не бұқа басы бұқа мен Ёб твою мать. Мен бүйткен ғой грек мифологиясында минотавр жартылай адам. Жартылай не? Жартылай сиыр. бұқа Ат кентавр деген. Ёпта кентавр екен ғой ат дедім да. Жоқ, сен түсіндіргеніңе байланысты айтып отырмын ғой. Дұрыс қой. Иә, кентавр. Ат кентавр деп, кентавр деді да. Ёп твою мать, мен ат екен ғой кентавр деймін да. Ал же минотаврдікі не деймін ғой жаңағы. дастан жауапқа күмән болатын болса сұрақты оқысай Сұрақ түсіндірмейсің ба сұрақ? минотавр ары қарай біз айтамыз бұқа Жауапты оқыш қан. Болды бұқа деп. 1000% Бұқа болды, бұқа. Өзім білмей тұрмын мен, сен ал. Мен осы жолы Михок мен. Минотавр деген мен вообще араласпаған екен менше. Кентаврмен Жоқ, араластым. кентавр жылқы. Анау сиыр бұқа ғой. почему-то сол направление Минтавр дегенде менше бүйтіп минтаврды бүйтіп аузынан білдім мен негізі минтавр. Анау ше сол кезде анау темір бұқаның ішіне адам салып, астына от қойып қинайтын жерлер болады ғой. бұқа деген көреді да былай бұқа Білмей тұрмын ғой білмесе мен. сұрақты ол ана ненің туннелдің Кентавр туннелі емес да, ненің ішінде кентаврдың біріншісі деймін ғой мен. Минотавр деймін ғой. Бірінші минотавр деймін. Сонымен уже минотаврды түсіндіре алмай жатырмын ғой. Минотавр. Негізі оңай сұрақ емес. Негізі оңай Мен сұрақ. минотавр сөзбен ашық минотавр. бәрі біледі деп айтамын сұрақты оқыса оңай сұрақ Бірақ ат 100% кентавр ат екенін білемін да. мифологиясында ең бір танымал сондай персонаждар да бұл ше именно кентавр минотавр біреуі жылқы арт жағы жылқы біреуінің адам басы бұқаның несі да Я достар, бізде 7 сұрақ. достар біз ат деп ойнап жаз ат емес бұқа біліп алыңыздар комментарийлер 7 сұрақты жазыңыздар. Төртеуіне жауап бердік. Бізде 4 минут бонус. Енді супер. жауап бердік па ол жоқ дастан жақсы жақсы көрсеткіш Супер ойын. Супер ойын. Ережесін түсіндірейін, дастан. Енді біз жаңағы бір айтқан 4 минут жаңағы бізде бонус бар ғой, иә? Енді сол 4 минут қазір тоқтаусыз артқа қарай айналып тұрады. Енді біз саған түсіндіруіміз керек. Сол 4 минуттың ішінде саған осы мына 4 сұрақты кезек-кезегімен саған түсіндіруіміз керек. Енді саған түсіндіреміз. Мысалы мен бірінші бастайтын болсам, саған түсіндірем. Сен мысалға жаңағыдай Қазақстанның астанасы қай қала деген түсіндірсем, Нұр-Сұлтан, Ақтөбе деп айтып кете бересің, тоқтамайсың. Бұл жерде ешкім жазбайды. Бір әйтеуір дұрыс жауап келген кезде мынандай жасыл свет жанады. Мынандай жасыл свет жанса, уже дұрыс деген сөз да, мына редакторлар ары қарай кете береді. Осы 4 минуттың ішінде осы 4 сұраққа сен жауап беруің керек. Біз саған түсіндіруіміз керек қой. Варианттар айта бер. Варианттар айта бер. Біреу болса біреу тура келіп қалды. Мына жасыл цвет жанады, соған назар аудар. Сен дұрыс жауап бердің. Жасыл жанғанша ұрам ғой. тағы бір мәселе біз бұл жерде төртеуміз сен бір өзің енді кім бірінші кім екінші кім үшінші кім төртінші Өзің айт. бізге Бірінші, екінші, төрт деп. Кім сен кімнен бастасын? Қалауым өзіңде. Дәнекер мырзадан бастасын. Одан кейін. Одан кейін Қанат аға, Мен соңына Абай алдым. аға, Сәкен аға. Соңына емес, давай бірінші сізден құтылайыншы. Дәнекер, ол жақсы түсіндіреді. Да? мейлі көре Бұдан қазір 4 минут бойы қазір бүйтіп отырамыз ғой. Не? Бірінші осы кісіден. Дастан, былай ғой, мысалға дәнекер қазір не алған кезде мен түсініп қойсам, соны сен түсінбей жатсаң, мен де саған түсіндіре беремін. Жалпы бәріміз саған түсіндіруіміз мен керек. қазір саған түсіндіремін бірақ бұларға да параллельно түсіндіре беремін Бірақ жауап сен айтуың керек. Все. Соңғы сөз Сіздер де бірақ білмейсіздер ғой, Білмейміз бұл, Онда мен білмейміз. миымды ашытпауға тырысыңыздар, хорошо?
егер абайлар бізде қанаттар қалай бол дәнекер Былай, Абай, қанат Или мен соңғы 100% уверенность болған кезде конкретно бүйту керек, сол кезде естейін да. Жоқ, сен айта берсе өз бір мен соңғы мен соңғы все Ал достар, біз Дайынсың бүгін ба, Дастан? Дастан Жайнақпен супер ойынды қазір басталғалы жатырмыз. Жаңа алдындағы бірінші ойынды көрдіңіздер. Супер ойын қалай болады? Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Сонымен Дастан Жайнақпен супер ойын кеттік. Данчо, давай, Данчо, жақсылап түсіндір. Кім тату болса ас көп. Абысын, екі келін, абысын, екі келін, абысын, екі келін, абысын. Так. Кет, қанат. Абысын. Қырық өтірік айтатын ертегі кейіпкері. Қырық өтірік айтатын ертегі кейіпкері. Алдар көсе. Қырық өтірік айтатын ертегі кейіпкері. Қырық өтірік айтатын ертегі кейіпкері кім? Алдар көсе. Қожа Насыр. Кейіпкер, қырық өтірік айтатын ертегі кейіпкері. Қырық өтірік айтатын ертегі кейіпкері кім? Алдар көсені кейіпкердің аты Сүндір қолына Қырық өтірік айтатын ертегі. Шакен Айманов. Жоқ, ертегі. Қырық өтірік айтатын адамның кейіпкері аты кім? Алдар көсені алдайтын адам. Шайтан. Қырық өтірік айтатын кейіпкердің аты кім? Қырық өтірік айтатын ертегі кейіпкері кім? Қазақ көшесі. Алдар көсені алдайды. Қырық өтірік айтатын ертегі кейіпкері кім? Қазақ көшесінің Қырық өтірік айтатын ертегі кейіпкері кім? Қызым sana келінім сен тыңдама. Алдар көсені алдайтын адам ба? Не айтып жатсың? Қырық өтірік айтатын Ертегі, бай. кейіпкер. Қырық өтірік айтатын кейіпкер кім? Қырық өтірік айтатын кейіпкер кім? Қазақтың төртінші Алдар ханы көсе. Кім барда? Қожа Насыр. Қырық өтірік айтатын кейіпкер кім? Қырық өтірік айтатын кім? Қырық өтірік. Айтатын ертегі кейіпкер кім? Кейіпкер кім? Алдар көсе. Ташшабала. Кейіпкер кім? Ё-моё. Екі қошқардың қай мүшесі бір қазанға сыймайды? Екі қошқардың тез. бай мүшесі бір қазанға. Абай. Бас. Тәтең, әше. Ал, ана. Тез, Сұрақтың өзім бар ғой, ше мынау. алтын күн аспаным гимн Қазақстан Республикасының гимні алтын күн аспаны Алтын күн аспаны Қазақстан гимн алтын күн аспаны Әңгірам, гимнің қайырмасы авторы. Шамшы Қалдаяқов, Нұрсұлтан Назарбаев. Композиция. Сөзі, Жұмекен Нәжмеденов. Жұмекен алтын күн аспаным алтын дән даласы Әнұран қанат Тамам қанып кетті. не болды жаңа не сұрақ түсті жаңа саған Ойбай! Талқылаймыз. Бастан оқыңызшы. Дәнекер сенен бастайықшы. Сен не дедің өзі? Менікі оңай түсті маған. Жоқ, мына жаққа вообще түсінбей жатырмын да ше. Бір кезде мына жақ түсініп қойған ғой ше. Мына жақтан түсініп жатырмын. Менің сұрағым, кім тату болса ас көп? Абысын. Меніңше қырық өтірік айтатын ертегі кейіпкері кім?
алдар көсе, тазша бала. Тазша бала ғой, тазша бала. соны есінде жоқ, алдар көсе, қожанасы ұрып жатырмыз, әйтеуір О, табылды. мынаны енді Жоқ, дұрыс қой, әдемі 40 болды. өтірік деп бүйтіп ше, 40 өтірік деді Тазша да. бала, Мен тазша бала. мен кейін түсіндім да, 40 вот, өтірік. дұрыс. Командный ойын болды. не, Екі хиссий. қошқардың қай мүшесі бір қазанға Басы. сыймайды? Бас, менікі бір-ақ ауыздан ғой. менікі қазақстан республикасы әнұранның қайырмасындағы ең алғашқы екі сөз. Менің елім, менің елім. елім. Сол геймін әнұран. Менің Жоқ, елім. авторыма десең Жоқ, авторыма. жоқ, деп Сен айтқан бүйтіп айтып жатсың ғой, бүйт. Жоқ, Мен шәмші қалдаяқ демек. Жоқ, мен- Жоқ, бүйтті да бүйтті. бұл бүйтті. Одан кейін мен сразу Мен автор. авторына Е, қарап- Жұмекен нәжіме деп. Жоқ, қайырмасы деп жатыр да. Қайырмасы, алтын гүл. Мен қарап, сөйттім да саған әнұран деймін деп айтып тұрмын, сен менің елім айт деген, менің елім сразу көп. Менің елім, менің жерім негізі. Ау, Бірақ қалай? елбасы Ұтқан менің кезде елім, қалай? менің елім деп жерімді Екі рет, тастады. Иә, сөйтіп өзгертті. Өзгертті. Дастан қалай кішкене эмоция жағынан? Мықты кәдімгі біраздан бері андай бір Ләззат бұндай алдың ба? эмоцияға қатты бармайды. Мен білен салқын қандымын ғой. Ей, бала шаға ойнап жатыр ғой деп ше жаңағыдай. Осы жолы өзім бала шаға болып, кәдімгі өзім солай бір тер шықты. Шынымен жаңа айтып жатыр да, шешіп тастасаңыз терлейсіз қазір дейді. Терлете алмайды ау мені деп қоямын жаңағы. Сөйтсем шынымен терлеп. Енді бұл бізде айқайлайық жобасы, бұл топтық ойын, интеллектуалдық, өзің көрдің, қиын сұрақта бар, оңай сұрақта бар, орташа сұрақтар да бар. Десек те бүгінгі жігіттер Дастан Жайнақ мырзамен, біздің қонағымызбен, біздің жұлдызды қонағымызбен бүгінгі шығарылымыз мен ойлаймын қызықты да өте керемет өтті деп. Ал қалай өткенін ертең мына көрермендеріміз YouTube арнамыздан өздері. Иә, достар, сіздер де біздің арнамызға жазылыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Бүгінгі ойын қалай болды, және де келесі шығарылымда қандай жұлдызды көргілеріңіз келеді, кімді көргілеріңіз келеді, оны мына комментарийға міндетті түрде жазыңыздар, жазылсаңыздар, келесі шығарылымды барлығынан бірінші болып сіздер тамашалайсыздар. Сонымен бүгінгі ойынды қорытындылайық. Алдыңғы бірінші бөлімде біз қанша сұраққа жауап бердік? 4 сұраққа дұрыс жауап беріп, біз 4 минут және 400 мың теңгені еншіледік. Және супер ойында 500 мың ұттық, жалпы 900 мың болды. Осы 900 мыңның спонсоры Мейрам Академиясына тағы да қосымша 1000 рет алғыс айтамыз. Сіздермен бірге болған КВНші, вайнер, блогер Дастан Жайнақ. Бәріміз бірге айқайлай!